Сәлеметсіздер ме, құрметті білім алушылар? Бүгінгі дәрісіміздің тақырыбы этикалық хакинг және ену сынағы. Бұл дәрісте этикалық хакингтің негіздерін, оның киберқауіпсіздіктегі рөлін, Қазақстандағы қолданылуын, сондай-ақ болашақ трендтерін қарастырамыз. Этикалық хакинг дегеніміз не? Мақсаты мен анықтамасы. Этикалық хакинг бұл ақпараттық жүйелердің осал тұстарын заңды түрде анықтап қорғау мақсатында тестілеу. Бұл әдіс жүйенің әлсіз жақтарын анықтауға және оларды зиянды шабуылдарға дейін жоюға бағытталған. Ақ қалпақ хакерлер. Бұл салада жұмыс істейтін мамандарды ақ қалпақ хакерлер деп атайды. Олар заңды, кәсіби мамандар, олардың әрекеттері толықтай заң аясында және рұқсатпен жүзеге асырылады. Олардың басты міндеті ұйымдарға кибершабуылдардан қорғануға көмектесу. Қауіпсіздікті нығайту. Хакинг қауіпсіздік жүйесін нығайтудағы маңызды құрал. Ол жүйенің әлсіз жерлерін хакердің көзімен көруге мүмкіндік береді. Осылайша әлеуетті қауіптерді алдын алуға және оларға қарсы тұруға болады. Ену сынағы, penetration testing негіздері. Ену сынағы, penetration testing бұл ақпараттық жүйелердің қауіпсіздігін тексерудің практикалық әдісі. Ол жүйеге нақты шабуыл жасау арқылы осалдықтарды анықтауды қамтиды. Мақсаты мен қолданылуы. Бұл сынақ желілерге, қосымшаларға, веб, мобильді, сондай-ақ аппараттық және бағдарламалық жүйелерге шабуыл жасау арқылы олардың қорғаныс қабілеттілігін бағалайды. Мақсат нақты хакерлер қолдануы мүмкін әдістер арқылы осалдықтарды тауып, олардың әсерін көрсету. Қолданылатын әдістер. Ену сынағында әр түрлі әдістер қолданылады. Әлеуметтік инженерия. Адам факторларын пайдаланып құпия ақпаратты алуға тырысу, мысалы, телефон арқылы. Фишинг. Жалған электронды хаттар немесе веб-сайттар арқылы пайдаланушыларды алдап, логин парольдерін алу. Желілік сканерлеу. Желі ашық порттарды, қызметтерді және осалдықтарды анықтау. Веб қосымшалардың осалдықтарын іздеу. Skull injection, XSS, broken authentication сияқты осалдықтарды іздеу. Нәтижелері мен маңызы. Сынақ аяқталған соң табылған осалдықтар, олардың қауіптілік деңгейі, оларды жою бойынша ұсыныстар қамтылған егжей-тегжейлі есеп беріледі. Бұл есеп негізінде ұйымдар өздерінің қорғаныс шараларын жетілдіріп, киберқауіпсіздік деңгейін арттырады. Нәтижесінде, ену сынағы әлеуетті шабуылдарды алдын алуға және бизнеске келуі мүмкін шығындарды азайтуға көмектеседі. Қазақстандағы киберқауіпсіздік жағдайы. Қазақстанда киберқауіпсіздік мәселесі жыл сайын өзекті бола түсуде. Соңғы жылдары киберқылмыстардың саны күрт өсіп, ұйымдар мен жеке тұлғаларға айтарлықтай зиян келтіруде. Киберқылмыстардың өсуі. 2023 жылы Қазақстанда 500-ден астам киберқылмыс тіркелді. Бұл көрсеткіш 2017 жылмен салыстырғанда 10 еседен астам өскенін көрсетеді. Бұл цифрлық кеңістіктегі қауіптің жоғарылағанын айқындайды. Интернет алаяқтық. Ең кең таралған киберқылмыс түрі банк карталарынан ақша ұрлау, жалған пар сату арқылы жүзеге асырылады. Фишинг. Жеке деректерді, парольдер, банк деректері, жалған сайттар немесе хаттар арқылы алу. Деректерді ұрлау. Ұйымдардың немесе жеке тұлғалардың құпия ақпараттарын заңсыз иемдену. DDoS шабуылдары. Веб-сайттар мен онлайн қызметтерді істен шығару арқылы олардың қолжетімділігін бұзу. Шешімдер мен қажеттіліктер. Киберқауіпсіздік деңгейін арттыру үшін келесі шаралар қажет. Құқықтық базаны жетілдіру. Киберқылмыстарға қарсы күрестің заңнамалық негіздерін нығайту және жаңа киберге бейімдеу. Мамандар дайындау. Киберқауіпсіздік саласындағы білікті мамандардың санын арттыру, оларды халықаралық стандарттарға сай оқыту. Халықтың сауаттылығын арттыру. Жеке тұлғалар мен шағын бизнес өкілдерінің киберқауіпсіздік бойынша білімін және хабардарлығын арттыру. Халықаралық ынтымақтастық. Киберқылмыстармен күресте халықаралық тәжірибе алмасу және бірлескен операциялар жүргізу. Этикалық хакингтің негізгі кезеңдері. Этикалық хакинг бұл жүйелі түрде жүргізілетін процесс, ол 5 негізгі кезеңнен тұрады. Әр кезеңнің өзіндік мақсаты мен міндеттері бар.
Бұл кезеңдер қауіпсіздік тестілеушілерге жүйедегі осалдықтарды жан-жақты анықтауға және оларды жою бойынша ұсыныстар беруге мүмкіндік береді. Бір, жоспарлау және рұқсат алу. Бұл этикалық хакингтің ең маңызды бастапқы кезеңі. Бұл кезеңде тестілеудің ауқымы, мақсаттары, қолданылатын әдістері және уақыт кестесі анықталады. Ең бастысы, сынақ жүргізуге жазбаша ресми рұқсат алу қажет. Бұл рұқсатсыз кез келген әрекет заңсыз болып саналады. 2. Ақпарат жинау, reconnaissance. Бұл кезеңде хакер шабуылы туралы мүмкін болатын барлық ақпаратты жинайды. Бұл ақпарат ашық дереккөздерден, мысалы компанияның веб-сайтынан, әлеуметтік желілерден, іздеу жүйелерінен немесе тікелей байланыс арқылы, әлеуметтік инженерия жиналуы мүмкін. Мақсат нысанның инфрақұрылымы, қызметкерлері және қолданылатын технологиялары туралы толық мәлімет алу. 3. Осалдықтарды анықтау, сканинг. Жинақталған ақпарат негізінде тестілеуші нысанның жүйелеріндегі әлеуетті осалдықтарды іздейді. Бұл желілік сканерлер, Nmap, осалдық сканерлері, NASAS, OpenVAS және басқа да автоматтандырылған құралдар қолданылады. Олар ашық порттарды, белгілі осалдықтары бар бағдарламалық қамтамасыз ету нұсқаларын және конфигурация қателерін анықтайды. 4. Шабуыл жасау, exploitation. Бұл кезеңде анықталған осалдықтарды іс жүзінде пайдаланып, жүйеге кіруге немесе оны басқаруға тырысады. Бұл бағдарламалық жасақтамадағы қателерді, конфигурациялық кемшіліктерді немесе әлсіз парольдерді пайдалану арқылы жүзеге асырылуы мүмкін. Шабуыл жасаудың осалдықтың нақты қауіптілігін дәлелдеу және оның жүйеге қаншалықты зиян келтіруі мүмкін екенін көрсету. 5. Есеп беру және түзету ұсыныстары. Соңғы кезеңде жүргізілген сынақтардың барлық нәтижелері, анықталған осалдықтар, олардың әсері және оларды жою бойынша нақты қамтылған егжей-тегжейлі есеп дайындалады. Бұл есеп ұйымға өздерінің қауіпсіздік деңгейін арттыруға және болашақ кибершабуылдарды болдырмауға көмектеседі. Қажет болған жағдайда тестілеушілер түзету жұмыстарына қатысып кеңестер береді. Танымал құралдар мен технологиялар. Этикалық хакерлер өз жұмыстарында әртүрлі құралдар мен технологияларды қолданады. Олар ақпарат жинаудан бастап осалдықтарды анықтауға және шабуыл жасауға дейінгі барлық кезеңдерде көмектеседі. Metasploit Framework. Шабуылдарды жасауға, осалдықтарды пайдалануға арналған ең танымал құралдардың бірі. Ол түрлі операциялық жүйелер мен қосымшаларға арналған эксплойттар мен пилоттардың үлкен дерек қорын қамтиды. NAP Network Mapper. Желіні сканерлеуге және ашық порттарды, желілік қызметтерді, операциялық жүйені анықтауға арналған қуатты құрал. Ол жүйенің желілік инфрақұрылымы туралы толық мәлімет береді. Burp-Sight. Веб қосымшалардың қауіпсіздігін тестілеуге арналған кешенді платформа. Ол прокси, сканер, интрудер сияқты модульдерді қамтиды. Бұл веб қосымшалардағы осалдықтарды injection анықтауға мүмкіндік береді. Wireshark. Желілік трафикті талдауға арналған бағдарлама. Ол желі арқылы өтетін деректер пакеттерін ұстап, оларды егжей-тегжейлі талдауға мүмкіндік береді. Бұл желілік шабуылдарды анықтауда және қауіпсіздік мәселелерін өте пайдалы. Жасанды интеллект, жи және машиналық оқыту, Қазіргі уақытта жи мен киберқауіпсіздікте шабуылдарды анықтау, зиянды бағдарламаларды талдау және аномалияларды табу үшін кеңінен қолданылады. Бұл технологиялар қауіптерге қарсы әрекет етуді автоматтан көмектеседі. Автоматтандырылған тестілеу жүйелері. Ұйымдардың үлкен инфрақұрылымдары үшін қолмен тестілеу тиімсіз болуы мүмкін. Сондықтан осалдықтарды автоматты түрде сканерлейтін және есеп беретін жүйелер DAST, SAST кеңінен қолданылады. Этикалық хакинг пен заң. Шекаралар мен жауапкершілік. Этикалық хакингтің басты ерекшелігі оның заңдылық аясында жүзеге асырылуы. Заңнаманы білу және оны сақтау этикалық хакердің ең басты міндеті. Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексі.
Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінде киберқылмыстарға қатысты бірқатар баптар қарастырылған. Мысалы, 205 бап компьютерлік ақпаратқа заңсыз қол жеткізу, 206 бап компьютерлік жүйелерге немесе желілерге зиян келтіру, және 207 бап зиянды бағдарламалар жасау немесе қолдану баптар заңсыз киберәрекеттер үшін жауапкершілікке тартады. Этикалық хакерлер осы баптардың аясында жұмыс істеп кез келген заң бұзушылықтан аулақ болуы тиіс. Рұқсатсыз тестілеу қылмыс. Кез келген ақпараттық жүйеге немесе желіге иесінің жазбаша келісімінсіз ену немесе оны тестілеу Қазақстан бойынша қылмыс болып саналады. Тіпті жақсы ниетпен жасалған әрекеттер де, егер оған рұқсат болмаса, заңсыз болып табылады және ауыр салдарға әкелуі мүмкін. Кәсіби стандарттар мен сертификаттар. Этикалық хакерлердің кәсібилігін және заңға сәйкестігін растайтын халықаралық сертификаттар бар. Certified Ethical Hacker, CE. Бұл сертификат этикалық хакингтің негізгі әдістерін, құралдарын және заңнамалық аспектілерін білетінді растайды. Offensive Security Certified Professional, OSC. Бұл сертификат практикалық ену сынағы дағдыларын бағалайды және нақты жүйелерге шабуыл жасау қабілетін дәлелдейді. Conscious Security. Киберқауіпсіздіктің негізгі қағидаларын және ең жақсы тәжірибелерін қамтиды. Бұл сертификаттар этикалық хакерлердің жұмысының сапасын және заңға сәйкестігін қамтамасыз етуге көмектеседі. Нақты кейс. Қазақстандағы этикалық хакинг жобасы. Қазақстандағы ірі үкіметтік мекемелер мен жеке компаниялар арасында этикалық хакинг жобалары белсенді түрде жүргізілуде. Бұл жобалардың мақсаты ұйымдардың ақпараттық қауіпсіздік деңгейін арттыру және кибершабуылдарға қарсы тұру қабілетін. Жобаның басталуы. Бір ірі мемлекеттік корпорацияда ақпараттық қауіпсіздік аудиттерінің нәтижесінде бірқатар осалдықтар анықталды. Осыған байланысты сыртқы этикалық хакинг командасы тартылды. Тестілеу. 3 ай ішінде команда корпорацияның желілік инфрақұрылымына, веб қосымшаларына және қызметкерлер арасында әлеуметтік инженерия сынақтарын жүргізді. Nmap, Metasploit, Burpsuit сияқты құралдар белсенді қолданылды. Нәтижелер. Сынақ барысында шамы 50-ден астам осалдық анықталды, олардың 10 жоғары қауіптілік деңгейінде болды. Бұл осалдықтар деректерді ұрлауға және жүйені істен шығаруға әкелуі мүмкін еді. Ең маңыздысы, команда скыл инъекциясы арқылы корпорацияның негізгі дерек қорына кіру мүмкіндігін көрсетті. Түзету шаралары. Берілген есеп негізінде корпорация дереу түзету шараларын қолға алды. Жүйелік администраторлар мен әзірлеушілер анықталған осалдықтарды жойып, қауіпсіздік саясаттарын күшейтті. Қызметкерлер үшін киберқауіпсіздік бойынша тренингтер өткізілді. Нәтижелік көрсеткіштер. Аяқталуымен корпорацияның ақпараттық қауіпсіздік деңгейі 40-ға артты. Бұл ішкі және сыртқы аудиторлық тексерулермен расталды. Сонымен қатар корпорацияның киберқауіпсіздік командасы этикалық хакерлермен жұмыс істеу барысында кәсіби тәжірибе алмасып, біліктілігін арттырды. Қазіргі және болашақ трендтер. Киберқауіпсіздік саласы үнемі дамып отырады, сондықтан этикалық хакингте жаңа трендтерге бейімделуі қажет. Жасанды интеллект негізіндегі шабуылдар мен қорғаныс. Жиі кибершабуылдарды жасау және анықтау үшін де қолданылады. Хакерлер жиі фишингтік хабарламаларды жекелендіріп, әлсіз жерлерді жылдам табады. Этикалық хакерлер де жиыны қауіптерді болжау, аномалияларды табу және қорғаныс жүйелерін автоматтандыру үшін пайдаланады. Бұлтты технологиялар мен ұят құрылғыларындағы қауіпсіздік сынақтары ұйымдардың бұлтты платформаларға Azure, Google Cloud көшуі және құрылғыларының ақылды өндірістік датчиктер көбеюі осы салалардағы қауіпсіздік сынақтарының өзектілігін арттырады. Этикалық хакерлер бұлтты конфигурация қателерін, API осалдықтарын және құрылғыларының әлсіз жерлерін анықтауға мамандануда. Деректердің құпиялылығын қамтамасыз ету. Жеке деректердің құпиялылығын қамтамасыз ету, GDPR, кідік сияқты нормативтік құқықтық актілер этикалық хакингтегі басты бағыттардың біріне айналуда.
Деректерді қорғауға бағытталған ену сынақтары деректердің өңделуі мен сақталуындағы қауіпсіздік кемшіліктерін айтады. Ransomware шабуылдарының күшеюі. Ransomware бағдарлама кепілге алу шабуылдары әлі де үлкен қауіп болып қала береді. Этикалық хакерлер бұл шабуылдарға қарсы тұру әдістерін, соның ішінде жүйелерді қалпына келтіру және деректерді қорғау механизмдерін тестілеуді жалғайды. Қауіпсіздік мәдениетін қалыптастыру. Тек технологиялық шешімдер жеткіліксіз. Қазіргі этикалық хакинг жобалары адам факторына да көп көңіл бөледі. Қызметкерлердің киберқауіпсіздік бойынша сауаттылығын арттыруға бағытталған әлеуметтік инженерия сынақтарын жүргізеді. Қорытындылай келе. Этикалық хакинг қауіпсіз болашақ кепілі. Этикалық хакинг қазіргі цифрлық әлемде ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз етудің маңызды құралы. Ол жүйелерді сыртқы шабуылдардан қорғап қана қоймай, ұйымдардың кибертұрақтылығын арттырады. Этикалық хакингтің маңызы. Ақпараттық жүйелерді қорғаудағы этикалық хакингтің рөлі күннен күнге артуда. Ол әлеуетті қауіптерді алдын ала анықтап, оларды залалсыздандыру арқылы қаржылық шығындарды, беделдің түсуін және деректердің жоғалуын болдырмауға көмектеседі. Мамандар дайындау. Киберқауіпсіздік саласында этикалық хакерлердің қажеттілігі өте жоғары. Университеттерде және арнайы курстарда кәсіби мамандарды дайындауға басымдық беру, сондай-ақ олардың халықаралық сертификаттар алуына жағдай жасау маңызды. Заңнаманы жетілдіру. Киберқауіпсіздікке қатысты заңнаманы үнемі жаңартып отыру, жаңа киберқылмыстарға қарсы тиімді механизмдерді енгізу және халықаралық заңнамамен үйлестіру қажет. Ортақ жауапкершілік. Цифрлық қауіпсіздік тек мемлекеттік органдар мен компаниялардың ғана емес, әрбір жеке тұлғаның және ұйымның ортақ жауапкершілігі. Киберсауаттылықты арттыру және қауіпсіздік ережелерін сақтау қауіпсіз цифрлық болашақтың кепілі. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.